Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен аз уақыттың ішінде дайын болатын бауырсақтың рецебімен бөлісетін боламын. Жылы айранымызға жарты шай қасық ас содасын қосып жақсылап араластырамыз. Осылай көпіреді видеодағыдай, сондықтан да үлкендеу ыдыс алсаңыздар болады. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға қант тұзын салып жақсылап араластырамыз. Және банағы айранымызды қосамыз, одан кейін сұйық майымызды және бір жұмыртқамызды қосып, барлығын қолымыздың көмегімен осылай араластырамыз. Егер де ыдыстың ішінде ыңғайсыздық тудырып жатырса, онда үстелдің үстінде илесеңіздер болады. Кейін осылай 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Илеу барысында қамыр қолдарыңызға жабысып жатырса, сұйық маймен қолдарыңызды майлап, ары қарай илей беріңіздер. Ешқандай да артық ұн қосуға болмайды. 15 минуттан кейін қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып алып, өзіңізге ұнаған формаға келтіріп аласыздар. Мен стаканның көмегімен дөңгелек пішіндер жасадым. Және қызып тұрған майда екі жағы қызарғанға дейін орташа отта пісіріп аласыздар. Бауырсақтардың ортасы ешқандай да шикі болып кетпейді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер.